Жетісу облысын дамыту барысында ауыл шаруашылығы мен туризм саласына өңірге инвестиция тарту, өңдеу өнеркәсібін өркендету, сол арқылы жаңа жұмыс орындарын ашу мәселелеріне айрықша басымдық беріледі. Қазір бұл бағытта ірі жобалар жүзеге асып жатыр. Облыс бюджетінің 20% ауыл шаруашылығы саласындағы түсімдерден құралады. Сондықтан шыбық шаншысан, жайқалып өсіп тал болған Жетісу жерінде қант қызылшасын алқаптарын ұлғайтуға, одан жиналған шикізатты жергілікті зауыттарда өңдеп, ішкі нарықты отандық өніммен қамтамасыз етуге үлкен мән беріледі. Ардақ Айбарұлы жалғастырады. Мемлекет басшысы жаңа облыстарды құру туралы шешім қабылдағанда жергілікті халық Жетісу өңірінің болашағына қатты алаңдаған еді. Өйткені бюджеттік түсімдердің басым бөлігін беретін Іле, Қарасай, Талғар, Еңбекшіқазақ аудандары Алматы облысының аумағында қалып қойды. Ал Жетісуға кілең өндіріс ошақтары аз, тіпті кейбірінде бірде-бір зауыт фабрикасы жоқ, дотациялық аудандар өтті. Тұрғындар мұндай жағдайда ең алдымен егін мал шаруашылығын өркендетіп, қызылша алқаптарын барынша ұлғайту керектігін айтты. Өйткені елімізде 4 қант зауыты болса, соның екеуі Жетісу облысында орналасқан. Естеріңізге болса, мемлекет басшысы арнайы тапсырма берген, осы мемлекетімізді өзіміздің қантпен қамту бойынша. Қазір енді бізде өткен жылы 4-2 мың гектар жерде қант қызылшасы өсірілсе, биыл оны 8-1 мың гектарға, яғни 2 есеге дейін өсіру көзделіп отыр. Ал болашақта 25 жылға дейін біз 15 мың гектарға жеткіземіз деп ойлап отырмыз. Жетісу өңіріндегі қант зауыттары қызылша мен қант құрағын өңдеу арқылы өткен жылы 70 мың тонна қант өндірді. Ал биыл Көксу және Ақсу қант зауыттары бұл көрсеткішті 132 мың тоннаға жеткізеді деп жоспарланып отыр. Оның 34 мың тоннасы жергілікті шаруалар өсіретін тәтті түбірден алынса, қалғаны қант құрағынан өндіріледі. Жетісу облысында 2022 жылы 30 миллиард теңгенің 19 өнеркәсіп жобасы іске асырылды. Соның бірі Қаратал ауданындағы жоғары маркалы кремний өндіретін зауыт. Ол жерде 6 мың тоннаға дейін өнім өндіріледі. Жаңадан 200 орын жаңа жұмыс орны құрылды. Одан бөлек Текелі қаласында инновациялық түрде темірді тікелей қалпына келтіру дейді. 20 мың тонна темір өндіретін 100 жаңа жұмыс орнына жаңа зауыт ашылды. Кербұлақ ауданында тау-кен өндірісі саласында жылына 40 миллион тонна мыс рудасын өндіретін 900 миллиард теңгеге үлкен жоба басталуы тиіс. Ол жерде 2 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылатын болады. Өткен жылдың қорытындысы бойынша Жетісу облысындағы өндіріс көлемі 1,3% өсіммен 280 миллиард теңгеге жетсе, ауыл шаруашылығындағы өсім 2,4% болды. 510 миллиард теңгенің ауыл шаруашылығы өнімі өндіріліп, 295 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Өңірге 270 миллиард теңге көлемінде инвестиция тартылды. Талдықорған қаласының тұрғындары Жетісу облысын дамыту барысында инвестиция тарту, өндірісті өркендету, ауыл шаруашылығы мен туризмді дамытуға да айрықша басымдық берілуі тиіс деген пікірде. Өндіріс керек өндіріс. Сосын. Идеология керек. Бұрында Талдықорған облысы, Алматы облысы болатын. Онда да дамыған, жақсы болған. Туризм, спорт және жалпы инфраструктураны дамытса. Осы совет өкіметінен қалған зданиялар кішкене жаңартса. Талдықорған өзі таза қала. Талдықорған өзі Текелі бар қасында. Текелін дамытса. Таулар бар. Туризм саласына келсек, енді атақты өзіміздің Алакөл, Балқаш, бұл жақта мына Жоңғарларда жатыр мысалы. Көптеген қорықтар бар. Туристерді тартуға болады. Үшарал әуежайы бүгінде жолаушылармен қатар жүк тасымалдайтын ұшақтарды да қабылдай алады. Қазір бұрынғыдай емес. Алатау баурайындағы Алып шаһар Алматыдан шыққан демалушылар Алматы Өскемен тас жолымен Алакөлге 5-6 сағатта жете алады. Айдында Алакөлдің Жетісу облысына қарасты бөлігінде өткен жылы 1,5 миллионнан астам адам демалды. Мемлекет басшысы өңірге жасаған сапары кезінде Текелден шаңғы биатлон орталығын салуды тапсырды. Оған арнайы жер бекітіліп, жобалық сметалық құжаттары әзірленіп жатыр. Құрылыс жұмыстары 2024 жылдың 2-ші жартысында басталады. Ардақ Айбарұлы, Қуаныш Түргенбаев, Айгүл Ғазизолина, Хабар 24, Жетісу облысынан.